Енді мен ортаға осы сатираның саңлағына айналған, керемет дүниелерді сатира саласында, әзіл саласында тастап кеткен, өзінің керемет орны бар, образын тапқан актер бар. Шымкент қаласынан келіп отқан, Шымкент шоу театрының жетекшісі, актері, солисті Берік Тұрсынбек ағаны шақырсам деп ортаға шапалақ ұрып қойсаңыздар. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Ауылдарыңызда той болып жатыр екен, тойларыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын. Ұлдарыңыз мінекей қадам бастап жаймендеп сатира әлеміне келе жатыр екен, қадамы құтты болсын деп қошамет көрсетіп қойыңыздар. Ойбай, осындай кеш берейін деп жатырмын, халықтың алдына шығып, өзімді таныстырғалы жатырмын деп Дидар хабарласқан, бәрекелді құт болсын дедік, бәріміз де қуанып қалдық Дидар. Сосын мен сұрадым, мен концерттің аты қалай, не деп атап жатсың? Сөйтсем, менің кәсібім күлдіру, солай ма? Кәсібім күлдіру дейді. Сосын мен ойланып қалдым, бұның руы Жаңабай еді. Мен білетін Жаңабайдың кәсібі ұрлық. Қазіргі Жаңабайлардың кәсібі ауысыпты мінекей, әдемі нәрсеге ауысып жатыр екен, кәсіптерің құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Мен кішкене халықпен бір енді амандасайын енді. Мынау енді бәріңізге де рахмет. Жаңада Дидарда шыға салып енді әйелінен бастады ғой әңгіменің бәрін. Мен енді айтар едім, мен осы әйелдерге көбінесе концерттерге шыққанда біз әйелдерге рахмет айтып жатамыз. Өйткені не, расында да осы кез келген концертке әйелдер сүйреп жатады күйеулерін. Жүр, бүгін концерт екен, бүгін барайық. Мына жерде бүгін пәленші күні концерт екен. Еркектеріне ол көшеде афишаға да қарамайды, телевизорге де қарамайды, концерттің қай күні боларын да білмейді, шынын айтқанда да. Сондан әйелге рахмет айтып жататымыз. Енді мен бүгін керісінше ер азаматтарға рахмет айтайын деп отырмын мен. Өйткені біреуі анасын, біреуі әйелін, біреуі қарындасын, біреуі мынау жүретін қызын деген сияқты бүгін әкеліп мінекей еркектерге рахмет, концерт көрсетіп отыр. Солай емес пе, рахмет сіздерге. Рахмет айтайық мұндай әкеліп концерт көрсетіп атқан еркектерге. Айтпесе бір еркектер бар, ішіп алып үйінде көрсететін концертті. Ол концерттің қасында бұл концерт жақсы 2 сағатта тәмам болады. Ол концертті білесіздер, басталса таңға шейін созылады. Ол жерде бір-ақ әртіс ойнайды, қалғанның бәрі көрерменде шауып жүреді артынан. Мына енді осы бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз, шүкір Аллаға. Осы бейбітшіліктің арқасында, Алланың арқасында, беріп тұрған бейбітшіліктің арқасында осылай концерт көріп, той тойлап жүргеніміз. Сылайым елімізде соғыс болмасын. Жан жақты көріп отырып қой, ондай соғыстан Құдай сақтасын. Өзіміздің арамызда да соғыс жетеді бізге. Солай емес пе? Өзіміздің бітпейтін соғыстарымыз бар, соның өзі жетеді бізге. Одан артық енді бізге. Мына бәріңіз де тарихыңызды білесіздер, өткеніңізді білесіздер. Барлық соғыстың басы бар, аяғы бар. Солай емес пе? Кез келген соғыс пәленшесінші жыл басталады, түгеншесінші аяқталады. Осындай. Бір соғыс бар екен, өмірі бітпейтін. Бұл еркек пен әйелдің арасындағы соғыс. Мына жерде талай соғыс ардагерлер отыр, қазір сұрасаңыз біледі. Бұл соғыстың ең жаман жері күні бойы атысқан жауың түнде көз бақырайып қасында жатады оны. Оны не атып тастай алмайсың, не пленге ұстай алмайсың. Амал жоқ, ақырында қалтаңнан ақ жалауыңды іздейсің енді, амал жоқ, көтеру үшін. Міне осындай соғыстар енді. Бұл соғысқа үйреніп қалған соғысымыз ғой енді. Бұған үйренгенбіз. Құдай басқа соғыстан сақтасын. Мен енді ойлаймын, мынау Алла разы болсын деген жақсы тілектен кейінгі бір тағы керемет тілектің бірі арманыңыз орындалсын деген тілек деп ойлаймын. Өйткені армандап жатқан адам, яғни өмір сүріп жатқан адам. Армандарыңыз таусылмасын. Мен енді арман жайлы бір әзілден гөрі бір аңыз айтып берейін сіздерге. Баяғыда бір хан өмір сүрген екен. Жаңа ханның әйелі босанса, баласы шетінеп кете беріпті. Шетінеген деген сөз тұр ғой, бәріңіз, бала тұрмағанда. Содан хан бүткіл дүниесін аралап жүріп үлкен емшін алдырады ғой. Жаңағы емші келіп айтады дейді ханға: "Хан ием, әйеліңізді қарап шықтым. Уайымдамаңыз, сізде бала тұрақтауы мүмкін. Бірақ ол үшін мына елдің арасында жүрген бір ырымды жасайсыз" дейді ғой. Хан қуанып кетеді: "Ойбай, қандай ырым, не болса да орындаймын, ұрпақ қаса бол." Ол үшін дейді емші айтады ханға, ол үшін әйеліңіз босанған кезде жаңадан туылған нәрестені арманы жоқ бір әйелдің дамбалына орап алсаңыз болды, тірі қалады дейді. Жоқ, күлмеңіздер, ол ырым солай болады. Бұл жерде проблема дамбал емес, проблема арманы жоқ әйел табу. Кез келген әйелді орнынан тұрғызып қазір сұрайықшы, арманың бар ма деп. Бітті, Дидардың концерті жайына қалады. Ары қарай соғыстың арманын тыңдаймыз. Сол сияқты о заманда да арман жоқ әйел таппаға хан нөкерлерін бәрін жіберді. Қайдан тапсаңдар, оннан табыңдар. Маған арман жоқ әйел тауып келіңдер деп.
Обай құстар 1 жыл іздейді, 2 жыл іздейді, 3 жыл іздейді. Арманы жоқ, әйел таппай бастары салбырап, айдалада келе жатса бір әйел жүр дейді. Өз кедей кем бағал әйел болса керек, көйлектерінің бәрі жырым, жамау. Бірақ ешкіммен жұмыс жоқ, әндетіп қойып айдалада тезек теріп жүр дейді жаңағы әйел, бар даусымен айғайлап. Сөйтсе ханның нөкерлері өтіп барады, сұрайды ғой, мынау әйел ғой, сұрайық бұдан да. Ой, арман бар ма сенде десе, арман бар ма жоқ па десе, әйел күліп тұрып айтады дейді. Менде арман жоқ деп айтады дейді. Ана ханның нөкерлері қуанғаннан әйелді басына көтеріп ханның алдына алып барады ғой. Хан сенер сенбесін білмей ойпырмай, шынымен арман жоқ әйел таптыңдар ма деп. Ешкімге сенбей ханның өзі әйелден лично сұрап жатыр дейді. Шыныңызды айтыңызшы. Менің әйелім босанса, жаңадан туылған нәрестені арман жоқ әйелдің дамбалына орабаса ғана тірі қалады екен. Шыныңызды айтыңыз, сізде арман бар ма жоқ па десе, әйел күліп тұрып айтады дейді. Менде арман да жоқ, дамбал да жоқ есі қағыр деп. Бұл жерде біздің қазақтың пейілі жатыр. Біздің қазақ барды да жоқты да сабырмен қарсы алып, сабырмен шығарып салатын халықпыз. Лайым осы пейілімізден айырмасын. Осы пейілімізден мінекей қазақ болып келе жатырмыз, қазақ болып қала берейік. Жаңа енді Дидарда шыға салып бірден келінге жаңа атакаға шығып кетті ғой бірден енді. Келін залда отқан шығар, е? Қаны тұрауға бола ма екен? Қайда? Ой, бай-ау. Көп жасаңыз, сәлем бердіңіз ба? Көп жасаңыз. Оны алдынан да орын бермепті бұған. Телевизордан көреді ғой бұларды. Қазір Дидар соғыс болды дейді. Қалай соғыс болмайды енді? Телевизордан көріп жүр келін. Кез келген әртіс өлең айтсын, мына жаққа шығып сахнаға шықса болды, әйел алдында гүл ұстап әдемі болып отырады. Артына апарып отырғызбай, балконнан алмағанына шүкір Құдайға шүкір. Мен келінге рахмет айтайын деп, Дидардың үйістеп құтырып, екі беті томпиып, сахнаға шығып, сіздердің алдарыңызда еркелеп жүрген бірінші Алла, екінші осы келіннің арқасы шығар енді, сол үшін шапалақ ұрып қояйық. Бір министр көкеміз, әйел екеуін машинаның артында отырады ғой енді, олар шофері бар өздерінің. Министр көкеміз келе жатып заправка кірген ғой. Сөйтсе заправщик май құйып атса, министр көкеміз артында іш пісіп отырған, енді әйелін тиісіп отыр дейді. Ей, көрдің бе? Сен маған емес анаған тигенде қазір май болса, заправщиктің әйелі болып жүретінен қасында май сасып деп. Күліпті да. Сөйтсе әйел ыржиып қойып айтады дейді министр көкеміздің әйелі. Сен мен саған емес соған тигенде министрдің орнында сол отыратын еді деп айтады дейді. Соғыса мінеге бірінші Алла, екінші осы кісінің арқасында Дидарға неғып отқан, сондықтан қошемет. Құрметті ағайындар, мінекей көбінесе айтып атады енді, осы сатираның, әзілдің бәрі Шымкенттен шығып атады деп енді көбінесе айтып атады енді, ол бізден шығып жатады ғой енді рас. Өйткені не үшін? Өйткені біздің Шымкентте әзілді өте бір табан әзілге жақын болғандықтан ба, осылай сахнаға шығып кішкене әзіліңіз дұрыстау болса, әзілдеп жатсаңыз, әзіліңіздің мәні болып жатса, бірден халық көтеріп кетеді. Сондықтан мінекей Тараздан да сондай адамдар шығып жатыр екен, мінекей әзілкеш балдарыңыз шығып жатыр екен. Лайым сіздер де қолпаштап қасында жүрсеңіздер, ертең, ой, біздің Дидар, біздің Тараздан шыққан деп сіздер де мақтана беріңіздер осы жігітпенен. Біз де мақтана берейік біздің қазақтың жігіті деп. Олай болса, бүгінгі кештің жақсы өтуі тек қана мына әртістерге емес, сіздерге де байланысты. Сіздер жақсылап отырып, жақсылап қолшапақтап, жақсылап мұқият көре білсеңіздер, әртістер де шабыттанып ойнап береді. Сондықтан сіздер болып, біздер болып бүгінгі Дидардың думанды кешін қызықты өткізейік ағайындар. Рахмет. Біз енді концерт барысында Дидар рұқсат беріп атса тағы да шыға жатармыз. Әзірге енді көп сөз бастан тағы да Дидарға кезекті берейік ал. Рахмет үлкен. Рахмет ағайындар, берік ағамыз шапалақ ұрып қойсаңыздар, соны Шымқаладан келіп арнайы құттықтап жатыр. Рахмет бәке, Құдайдан қайтсын. Рахмет.